Ең оңай әрі тез дайындалатын медовый тортты бірге дайындайық. Алдымен кремін дайындайық. Ыдысымызға 500 грамм сүт, 150 грамм құмшекер, 2 штук жұмыртқа және 2 ас қасық крахмал салатын боламыз. Орташа отқа қойып, қою масса болғанға шейін біркелкі араластырып тұрамыз. Креміміз дайын болған кезде бетіне салфанымызды жауып, салған жерге қойып қоямыз. Ал енді тестасын дайындайық. Тестасына бізге 200 грамм сары май, 150 грамм құмшекер, 3 штук жұмыртқа және 3 ас қасық мед керек болады. Орташа отқа қойып, біркелкі араластырамыз және оның үстіне 1 чай қасық қопсытқышымызды салып, осындай әдемі масса дайын болғанға шейін араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне 300 немесе 400 грамм ұн қосып, қою масса дайындаймыз. Енді пергаментімізді дайындап аламыз. Мен міндетті түрде май жағып аламын және әр пергаментке осылай 3-4 ас қасық тестамызды салып, оның үстіне осылай ұнды сүйіп, қолмен жайып шығатын боламыз. Әрі қарай дәл осылай жасап, 4 кожық шығарамыз. Яғни бағанағы тестамнан 4 кожық шығады. Дайын болған кождарымызды кезек-кезек 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Кез келген көлемдегі тарелкамызды бетіне қойып, жан-жағын кесіп алатын боламыз. Жанындағы артық кождар қазір бізге бетін әсемдеуге керек болады. Дәл осылай басқа кожықтарды да пісіріп, жанын кесіп, дайындап аламыз. Дайын болған кождарымызды енді жинаймыз. Кожықтарға ешқандай сироп құюдың қажеті жоқ. Осы креммен ақ ол жұмсақ болып шығады. Тортымызды жинап болғаннан кейін енді бетін әсемдеуге көшейік. Ол үшін біз жанынан қалған кождарды майдалап алып, бетіне және жан-жағына сүйіп шығатын боламыз. Енді осымен тортымыз дайын. Тортымызды 6-8 сағатқа салған жерге қойып қоямыз. Сосын дайын болған тортымызды кесіп шайға бере берсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер.